Мамалар, менің сіздерге бір өтінішім бар. Өтінішім, бір жағынан кеңесім. Мен форумдарда отырам, балалар, аналардың форумдарында көбіне бірінші тұңғыш баласын дүниеге әкеліп жатқан аналар жазады. Менің сүтім шықпай жатыр, балам жылап жатыр, омырауымды тістеп тастады, қанап жатыр. Сүт жоқ, 3-ші күн болды, 7-ші күн болды, сүт жоқ, балам аш деп. Не істеймін, не істеу керек, енді сүтті қалай әкелемін, қалай шығарамын мынадан сүтті деп. Менің өзімнің басымнан өткені, мен бірінші баламды босанған кезде роддомда маған айтты, сүт шығу керек. Сүт шығу керек. Неге сен сүт шықпайды? Еще сен өзің жаңа босанып, әлің жоқ, шамаң жоқ болып тұрсаң, саған еще замечание айтады. Неге сен сүт шықпайды? Қайда сүтің деп. Как будто сен сол сүтті шығармай отырғандай. Сонда қайдан сүт шығады? Балаң жылап жатыр. Сен босанғалы әлі балаң бір тынып ұйықтаған жоқ, балаң жылап жатыр, мазасы кетіп жатыр, оның қарны аш. Осы моментті мен сіздерге ашып түсіндіріп кетейін, қыздар. Әсіресе бірінші рет ана болайын деп жатқан қыздар. Әрине әркімнің өзінің жаңа сүтті көбірек шығаратын, мамасының мамасы білетін бір лайфхактар бар шығар. Былай істесе сүт тез келеді деп. Мүмкін біреулер молочный болады, біреулер сүті өте жақсы, туғаннан сүті молынан келетін аналар болады. Өте жақсы ондай болса. Мен сияқты сүті шықпайтын, маған басында 3 күн роддомда дейтін, неғып шықпайды деп қайта мен даже консультант по ГВ барып, соған артынан қуалап ұстап алып, маған қараңызшы менің немде, өйткені мен көршілерімде, көрші әйелдердің роддомдағы бәріне көрсеттім. Мынадан сүт қайтып шығады, олар сығып та көріп жатыр, массажда жасап көріп жатыр, бәрін істеп көрдік, болдық. Сосын жаңа консультантты да қайта қуалап жүріп ұстап алып сөйтіп көрсетем, айтады, пустая грудь дейді, дым да жоқ ішінде дейді. Солай менде 3 күн дегенде менде басында сүт шықпайды, тамшы болады, молозиво дейді ғой, уызы болады, тамшы, сүт болмайды. Ондай адамдар болады, жер бетінде түрлі адам бар. Бұл жағдайда не істеу керек? Менің ғана кеңесім, бұл андай өмірлік, барлық адамға теңдей қиын кеңес емес. Егер де сізде осындай болып жатса, мен келесі баламнан бастап роддомға смесь апарып үйрендім. Және мен оған неден келдім? Оқыдым көп жерден, сөйтсем, сондай адамдар болады екен, сүті болмайтын. Және барлық ананың жаңа туған сәбиге қамтамасыз етуге міндетті нәрсесі бала тоқ болу керек. Баланың ұйқысы жақсы болу керек. Ұйқысы жақсы деген кәдімгідей толық ұйықтау керек бала. Тамағына тойып алған бала томпиып ұйықтау керек. Сосын уақытында үлкен дәрет, кіші дәретке барып тұру керек. Үлкен дәрет, кіші дәреттің жүріп тұрғаны баланың тоқ дегеннің белгісі, баланың тәтті ұйықтағаны ол баланың тоқ дегеннің белгісі. Тоқ бала ана сол функцияларды өзі қиналмай, жыламай атқара алады. Жаңа туған бала дейтін сол тамаққа тойып алады да ұйықтай береді ғой. Сол дені сау екендігінің көрсеткіші. Мен смесь алып баратын болдым. Ең бірінші біз әйелдер босанғаннан кейін бізге қайта күш жинау үшін, есімізді жинау үшін ұйықтау керек. Босанған әйелдер білет, элементарно босанғанға дейін неше сағат схватка болады, соның бәрін енді баламыз қолымызға алғаннан кейін біз ұйықтап демалуымыз керек. Сол кезде егер сен балаң жылап жатса, егер сенен сүт шықпай жатса, балаң тоқ емес, естественно тоқ емес бала, не ұйықтамайды, не дәреті шықпайды. Сөйтіп сіз қиналып жатсаңыз, сіздің де деніңіз сау емес ол кезде, өйткені сіз ұйықтамадыңыз, сіз босандыңыз, әлі ұйықтамадыңыз, демалмадыңыз. Балаңыз дүниеге келді, ол әлі ұйықтаған жоқ, ол әлі бір қарны тойып, демалған жоқ, ұйықтаған жоқ. Сол осындай жағдайларды болдырмау үшін балаға дені сау ана керек. Ұйқысы қанған, көңіл күйі тамаша, дені сау ана керек, балаға қарай алатын, Сол үшін балаға сместі береміз. Мен өзім солай істеймін. Балама сместі берем, артынан омырауымды берем, емзем. Ішінде ештеңе болмаса да мен емзе берем. Өйткені ол біздің контактымыз. Бала туылғаннан бүйтіп мамасын іздейді ғой. Туылады тек бүйтіп аузымен іздеп ем алады. Ол содан кейін барып ұйықтаймыз. Бала да ұйықтайды, мен де ұйықтаймын, тынығып алам, есімді жиып, балама дұрыстап қарап,
көңіл күйім жақсы болып, солай балаға қараймыз. Енді мен білем, мен балам келіп қарап тұр. Енді мен білем, бізде жаңағы үлкендер бар, білетін. Солар білет барлық нәрсені. Әжелер бар, енелер бар, мамалар бар. Біздің алдымыздағы жас үлкендер бар. Мен айтып қояйын, сосын сен айтасың. Соларды болды аха. Соларды тыңдасаңыз, қалай сенде сүт келмейді, упрекать ету, замечание айту, сізді задевать ету, неге сенде сүт шықпайтын адам мынау сүт шықпайтын енді қатын деген әңгімелер айтылады ғой. Қараңыз да, ол әңгімелерге мән бермеңіз, ол әңгімелерді көңіліңізге алмаңыз. Қазіргі сәтте сіз өз міндетіңізді орындап жатсыз. Балаңыздың қарнын тойдырып, оны ұйықтатып, оның уақытында дәретін шығарып, сонымен айналысып жатсыз, және сол балаға өзіңіз ана ретінде қарай алатындай өзіңізге жағдай жасап жатырсыз. Ұйқыңызды ұйықтап, деміңізді алып, күшіңізді жинап жатырсыз. Сондықтан айтатыным, өтініш сіздерге, бала ең басында, бастапқы сәттерде нәресте сол тамаққа тойу керек. Анау бірдеңе деді, жоқ, мен баламды смеске аудармаймын, балам дейтін толық тамақ жеу керек. Анау мынау деп, баланы қинап, сүтім қашан шығады деп, 7 күн деп аш қойып отырмаңыздар. Баланың өсуіне үлес қосыңыздар. Кейін сүт шығады, уақыт өте шығады. Оған дейін сізде мысалы босанғаннан кейін біраз гормондар шығады ғой әйелде. Солар жайлап сүттің шығуына көмектеседі. Одан кейін сізде мысалы қазір көп қой кеңестер, жаңағы шай ішеді, лактационный шай дейді, сүт шығаратын шайлар бар. Өзіміздің қазақша шайлар бар, жаңағы сүтті қою сүтпен, сармаймен дегендей. Солардың бәрін жасап сізде сүт шығарасыз. Менің мысалы балаларым басында сол сместі ішеді, одан кейін 3 айға келген кезде бутылка алмай қалады менің балаларым. 2 ай толып, 3 айға қарады деген кезде алмай қалады. Сол кезде мен солай емзе беремін. Әрине, әр балада уайымдаймын, сүт шықпай қалатын болды ғой, салмақ қоспай қалатын болды ғой, енді қалай болады деп қатты уайымдаймын, бірақ сол ары қарай жетіп кетеді. Балаларым топ-томпақ, кішкене перевестеу болып, сөйтіп өсіп келе жатыр, Аллаға шүкір. Сосын мен не үшін мен бұны жаным ашып айтып жатырмын, мысалы, әсіресе недоношенный балаларға, шала туылған балаларға, салмағы аз балаларға қатысты осындай мәселені маған радиомда солай айтты. Мен бірінші балам шала туылды, 2-ақ килограмм болды, маған соған нені күтіп отырды, сүтің шығу керек деп. Енді ол смес ішетін, мен ол кезде білген жоқпын, мен қазір білем бәрін. 4-ші балаға келгенде мен біліп отырмын оның бәрін. Ол кезде мен білген жоқпын, және маған жоқ, тоқтай тұр, біздің мақсатымыз қазір мына баланың салмағын қостыртып алу, мына баланы қатарға қосып алу деп маған ешкім айтқан жоқ. Сол кезде сол шала балаға сол менің сүтімді күтіп отырдық, барын беріп отырдық. Ол кезде шала балаға тіпті ерекше күтім керек. Оған жақсы сіңімді смес тауып, кабрита бар дейді, ешкінің сүті, сондай бір құнарлы, сіңімді, асқазанына ауыр болмайтын сүтті алып, енді мен қазір оған білем, оның бәрін мықты білем. Аузына шприцпен тамызып, пипеткамен тамызып, 1 сағат сайын тамызып, ол баланы салмағын жеткізіп қатарына, өзінің, хотя бы өзінің жасы бойынша, өзінің параметрлері бойынша нормаға келтіруге болатын еді, бірақ олай болған жоқ. Мен білген жоқпын, маған да радиомда жоқ, өзің сүтің шығу керек деп айтты. Мен білем, кейбір жерлерде тіпті радиомдарда смесь, сіз қалай балаға смесь әкеп тұрсыз, өзіңіз сүт емізбейсіз ба деп, кәдімгідей на чувство давить ететін мамандар бар. Ол дұрыс емес, ол сіздің балаңыз, ол бала ертең аш қалса, салмақ қоспай қалса, одан кейін басқа да проблемалар болса, дәреті шықпай жатса, ұйықтамай жатса, ешкім келіп сіздің балаңызды бағып бермейді. Бағатын сіз. Это ваша ответственность, ананың өзінің жауапкершілігі. Сондықтан, вы знаете, что лучше для вашего ребенка, өзіңіздің балаңызға не жақсы болатынын сіз білесіз. Осы 3 затты, баланың тоқ болуын, тоқ тамақтануын, тойып тамақтануын, одан кейін ұйықтауын, одан кейін дәреттері уақытында шығуын қамтамасыз ету ананың жауапкершілігі. Өтініш аналар, соны өздеріңіз қамтамасыз етіңіздер. Мамандарды да тыңдаңыздар, бірақ сізге, именно сіздің жеке басыңыздағы жағдайға қалай дұрыс болатынын сіз білесіз.